Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Моя страна Казахстан». Менің мекенім Қазақстан деп аталады. Бүгін біз өзіміздің туған жеріміз, еліміз Қазақстан туралы айтатын боламыз. Упражнение первое оқиын және аударып берейін балалар. Мой Казахстан, менің Қазақстаным. Нашей Родиной является прекрасная страна Республика Казахстан. Біздің еліміз керемет ел Қазақстан мемлекеті. Мое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой природой. Мемлекетімнің тарихы өте бай. Мәдени мұрасы көп және табиғатын сөз жетпейді. Широки просторы казахстанских земель. Қазақтың жері кең байтақ. Когда на севере еще лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые деревья. Біздің солтүстігімізде қар жатқан кезде, оңтүстігімізде ағаштарымыз гүлдеп жатады. Белые береза севера, могучие сосны Боровоя, золотые нивы целинного края, седые ковыли Великой степи, высокие горы Алатау и Тянь-Шаня. Это все наш Казахстан. Біздің ақ қайыңдарымыз, қарағайларымыз, біздің Алатау тауымыз, Тянь-Шань тауымыз, бұлардың барлығы Қазақстанның табиғатына. Эти картины поражают своей невиданной красотой. Бұлардың табиғат, Қазақстанның табиғаты деген неткен сұлу, әдемі, көркем десеңші балалар. Мы никогда не перестанем ими восхищаться. Мы любим свою родину. Біз табиғатымызбен барлық уақытта тамсанамыз, және біз өз елімізді жақсы көреміз. Солай ғой, балалар? Келісесіздер ме осы мәтінмен? Мен келісемін. Енді спеши второе предложение в тетрадь. Подчеркни слова-признаки, о чем это предложение дейді. Балалар, екінші сөйлемді көшіріп жазыңыздар дейді, және ішіндегі слова-признактар, яғни какая, какое, какие деген сұрақтарға жауап беретін слова-признактарды, қазақшасы сын есімдерді белгілеп астын сызып шығу керек. Сіздер көшіріңіздер, мен мына жерден тура сызып шығамын. Это государство с богатой историей. Какой историей? Богатой историей. Нансамыз. Древней культуры. Балар, менде мына дәу болып кетіп жатыр. Басқа не бар екен көрейін. И неповторимой природой. Осыларды екінші сөйлемді жазып, осы мен көрсеткен үш сөйлемді астын мынандай ирелеңдетіп сызып шығамыз. Бұл слова признактың, яғни қандай деген сұраққа жауап беретін сөздің сызылуын осылай ирелеңдеп, ерек сызықпен сызатын боламыз. Ал біз ары қарай жалғастырайық. Бұл жаттығуда балалар, прочитай пословицу дейді. Яғни мына жерде мақалдар берілген, және біреуі қазақша, екіншісі осы қазақшаның орысшасы. Балалар, туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дейді. Нет земли лучше родины, нет людей лучше, чем на родине. Бұл да екеуі мағынасы бір. Яғни біз қай мемлекетте жүрсек те, өзіміздің туған жерімізде кіндік қанымыз тамған жерде жер таба алмаймыз балалар. Ол басқа біреудің елі қызық болуы мүмкін. Барып, көріп, тамашалап, оқуға болады, адамдармен танысуға болады, достасуға болады, тілін үйренуге болады. Бірақ өзіміздің елімізге жетпейді. Солай ғой балалар? Арғай жалғастырайын. Упражнение третье. Сравни и опиши.
Что общее на государственном флаге Республики Казахстан и картинке природы? Назови знакомые тебе слова-предметы, подбери к ним слова-признаки дейді. Балалар, бұл жерде Қазақстан Республикамыздың бұл туы. Ал мына жақта не? Не байқап тұрсыздар? Қандай ұқсастық байқап тұрсыздар? Әрине, бұл біздің туған жеріміздің көрінісі, біздің аспанымыздағы күніміздің, астында ұшқан қыранымыздың суреті, кең байтақ жеріміз. Солай ғой. Ал енді екеуінен ұқсастық байқап тұрсыздар ма? Әрине балалар. Біздің көк туымызды осы табиғатқа ұқсатып салған екен. Яғни аспандағы күніміз, астындағы қыранымыз, мына жердегі ою біздің ұлттық оюымыз және көк аспан. Енді осы жерге біз жазуымыз керек. Жаңа көк аспан дедік. Голубое небо. Небо какое? Голубое небо. Көк аспан. Тағы не көріп? Тағы не көріп тұрмыз? Әрине, ою көріп тұрмыз, Оюды не деп жазамыз? Не деп жазайық? Казахский орнамент. Тағы не көріп тұрмыз? Яркое солнце. Күнді көріп тұрмыз, жарқыраған. Сосын не көріп тұрмыз? Тағы нені айта аламыз? Прекрасная природа. Керемет табиғат. Және нені айтамыз? Қыран құсты жазайық. Және сильный беркут деп жазайық, Бұлар мына жердегі голубое, казахский, яркое, прекрасное, сильный деген сөздер, олардың барлығы балалар слова признак. Бұл сөздер слова признак. Какая деген сұраққа жауап береді мынау. Какой деген сұраққа жауап береді сильный. Ал мына жерде небо, орнамент, солнце, природа, беркут, яғни аспан, ою, күн, табиғат, бүркіт деген сөздер балалар слова предмет. Они отвечают на вопрос что или кто. Бұл жердегі сөздердің барлығы что деген сұраққа жауап береді. Яғни не деген сұраққа жауап беріп тұр. Түсіндік па? Ары қарай жалғастырайын. Балалар, бұл жаттығуда мына жерде бізде текст берілген екен, мәтін. Соны оқиық. Чудо-город Астана, центр Казахстана. Возвышаются дома, бачереки аккорда. Пирамида казна, лучший город Астана. Бұл балалар тақпақ па, жұмбақ па, әңгіме ма? Бұл не балалар? Әрине, это стихотворение. Это стихотворение, бұл тақпақ. Енді балалар, найди в стихотворении слова рифмы дейді. Яғни ұқсас сөздерді табып жазу. Балалар, бұлар мыналар, не? Чудо-город Астана, центр Казахстана. Міне, Астана, Казахстана. Дома аккорда Астана. Ұқсайды, қазына Астана. Барлық Астана, мына жерде де Астана. Астанамыз қазынаға бір-бірімен үйлесіп, ұқсасып тұр. Балалар, түсіндік па?
слова рифмы, яғни бір-бірімен рифмаласып, ұйқасып тұрған сөздер. Астана, Қазақстан, қазына, Астана деген сияқты. Ақорда, Астана деп бір-бірімен үйлесіп тұр. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.